Сәлем достар, сіздермен бүгін Райка және бүгінгі видеода мен сіздерге өзімнің 7 сыныптағы кітаптарымды, дәптерлерімді көрсетемін. Міне, не алдым жаңа покупочкалардан. Вот. Бастайық достар. Мына жерде қазір мен сіздерге өзімнің кітаптарымды көрсетемін. Ол бізде достар 17 кітап. Достар, қазір фейл. Мне достар осыншама кітап. Міне бастаймыз достар. Бізде 7 сыныпта осындай физика деген кітап қосылды. Оқылған. Мектепте мен жаттығулар жинағым. Бұл негізінде көбісі керек емес. Бұл келесі кітап бұл геометрия. Геометрия ол сызат жүзбені. Олар біз 6 сыныпта олай болмады. 6 сынып 5 сынып сияқты болды. Сондықтан 7 сынып бізде көп 2 сабақ, 4 сабақ жаңа қосылды. 5 сабақ менде. Геометрия. Бұл жерде көзі жинағы. Келесі сабақ бізде қазақ әдебиеті хрестоматиясы. Бұны тоже біз қолданбаймыз. Редко қолданамыз, редко көп жатады. Келесі кітап бұл бізде русский язык и литература. 7 сынып. Путешествие Гулливера деген тақсымалар етіп. Келесі кітап бізде уже жаңа кітаптар кетті. Биология кітабы. Биология ол 6 сыныпта жаратылыстану, ол яғни өсімдіктер жануарлар кітабы болады. Сондықтан биологияда және химияда мен ағам өте естіп. Просто айтсам. Іште осындай толы ақпараттар, сүрек, келесі кітап алгебра. Алгебра ол тоже математика. Бізде геометрия, алгебра, физика, химия, география, все барлығы математикаға жатады. Математика өте көп. Біз 6 сыныпта математика бар, математика өтеміз одан. Вообще, бес математика қосып бізде. Алгебра пәні. Рахмет көршілер. Рахмет көршілер. Сверлер. Алгебра пәні бұл тоже сызады математика. Алгебра это математика емес. Математика алгебра. Келесі кітап ол физика. Бізде ол метеорит, ай, жер, неше түрлі планеталар туралы айтылады. Бірінші елі мүмкін. Осындай туралы болады. Ол достар. Келесі кітап ол география. География ол тоже сондай салалар, кіріспе, география география бұл картография география көп дейді. Жергілікті жердің планы, география, жердің қандай несі, ауа райы туралы айтылған. Келесі кітап бізде ол дүниежүзі тарихы достар. Дүниежүзі тарихы бұл исторический нәрселер. Исторический кітап. Ол 7-8 сынып, бізге жылы 8 сынып, потому что 7 сынып 8 сыныппен бірдей бағдарламасын езді. Сондықтан 8 сынып берді. Так, бұның ішіне тоже андай дүниежүзі, Қазақстан тарихы сияқты болады. Соғыстар туралы, Қырым соғысы, себептері және салдары, революциясының негізгі кезеңдері деген сияқты андай соғыстар туралы болады. Келесі кітап, ол бізде информатика, information. Ол компьютермен болады. Компьютермен логично бұл солтүстік. Еще осындай. Келесі достар. Келесі бізде самый екі скучный сабақтар кетеді, самый скучный сабақтар. Ол керек емес даже вообще. Осы екі сабақ. Өзіміздің және өлкетану. Өлкетану бізде 5 сыныптан келе жатыр, 5-7 сыныптан әдебиет, 8 сыныпта бізде өлкетану берілмейді себебі. Вообще керек емес нәрсе, какой-то Қазақстан Астана туралы бірдеңе айтады, онда өзіміз білетін шығармыз. Өзіміздің бізге тоже керек емес деп ойлаймыз. Біз өзімізді танымаймыз. Адамгершілік, достық деген. Кішкентай бір 3-4 сынып сияқты не үшін білесіз, өзіміз. Оны өзіңізді танымайды достар. Так что керек емес мұндай нәрсе. Міне келесі бізде тағы бізде 3 үлкен пән бар және тағы 2 кішкентай пән қалды. Бұл бізде Қазақстан тарихы. Міне. Бұл жерде бүгін бізде пробный урок болды. Бізде пробный урок ағылшын, химия және Қазақстан урокынан болды. Қазақстан тарихынан. Міне Қазақстанның 19 ғасырдың 40-60 жылдарындағы Орта Азиялық хандармен қатынасы туралы айтылған, соғыстары тоже айтылған. Сондықтан бұл 7-8 сыныптар кітабы. Бағдарламасы бірдей деген сөз. Келесі кітап химия достар. Химияда біз химия жетеміз. Міне осындай. Так, келесі бізде 3 үлкен пән қалды. Сондықтан бізде екеуі ұқсас бағдарламалары бірдей. Және достар, екі достар, ол бізде қазақстан әдебиеті және қазақ тілі. Бұл жерде ертегілер, аңыздар айтылған, мына жерде қазақ тілі өзінің айтылған, айтылған жерде. Бұл жерде үйретеді, төрт түлік бақын теңселе басын, жұмбақтар, көшпенділік деген тақырып туралы ертегі, оқимыз, ережелерді жасаймыз. Ол қазақ тілі. Осындай екі достар, или достар емес, даже туыс болуы мүмкін, или ағасының ағаны. И ең соңғы кітап ол бізде ағылшын. Мен уже шаршадым, мен негізінде үлкен ағылшындардан. Мен ойлағам, 7 сыныпта кішкентай ағылшын болады деп. Но я ошибалась.
Вот. Бізде уже 5 сыныптан үлкен кітаптар, 5 сыныптан, уже 3 жыл үлкен, иә. Ну, бұл 5-6 сынып сияқты тура осындай. Музыка, музыка. Students book for Kazakhstan дейді. Так, достар, біз наконец-то кітаптарымызбен біттік. Сіздерге қызық болған соң мен сіздерге көрсеттім өз кітаптарымды. Надеюсь, сіздерге ұнады. Достар, келесі көрсеткенім ол жаңа покупочкалар, менің жаңа покупкаларым. Ол міне осындай дәптер. Ну, бәрін қатып көрсеткен сіздерге. Және как думаете, бұл немене? Так, достар, қараңдар. Менде 1, 2, 3, 4, 5, 6, және тағы да мында бір пакет бар. Көрсетейін сіздерге. Мындай пакет. Бұл жерде өте көп нәрсе, достар, бірақ қазір мен сіздерге осындайын көрсетіп алайын. Так, міне достар. Мен бүгін магазинға барып алдым өзім, иә. Жаңа дәптерлерім менің бұлар міне. Осындай, екеуі почти ұқсас. Осындай дәптерлер. Бұл математика. Осындай. Мен осындайлар көп алдым, себебі бұл көп жазамыз деп ойладым, себебі жаңа пәндер қосылды, алгебра, геометрия, физика, химия дегенде. Сондықтан мен осындайлардан көп алдым. Міне. Так. Осындай 2 дәптер. Достар, бұл ескі. Бұл 6-шы сыныптан алған, мен так что осыны ағылшынға жаза беремін, себебі бұл вообще біткен жоқ, сондықтан біту керек қой, жаңа ала бермей, сондықтан мен алмадым ағылшынға. Және достар, өте күштісі. Мен левый беректі, мен әпкем тұрады семьясымен. И сол жерде магазин бар екен, осындай 2 дәптер таптым, 2 ақан дәптер таптым. Өте жақсы, достар, ол мен бірінші рет, достар, дәптер таптым, который осындай сызық бер. Бұл же осындай. Бұны мен дүние жүзі мен Қазақстан тарихына использовать мүмкін немесе орыс тіліне. Өзім шешіп аламын, сосын тағы 2 осындай бірдей емес туыс дәптерлер, мыналар сияқты 4 дәптер. И келесі дәптер, менде осындайдың тағы біреу болған, бірақ басқа расцветкасы. Бірақ оны мен 6-шы сыныпта мен ағылшын курсына барғам. Ол какой-то детский болды. Сондықтан карантин басталып кеткеннен бізді уже бармадық. Сондықтан мен осындайда біреуін бастағам, соны әлі бітірген жоқпын. Бірақ использовала оны. И ондай қалды. Ну, мынаны тоже осындай химия, физикаларға қолданамын. Я думаю, что 7-ші сыныпқа өте көп ондайлар керек. Осындай көп дәптерлер, андай. Менде андай простой дәптерлер өте көп, прям миллиард, 200 штук ше. Міне, достар. Және мен бұл нәрсе алғаным, ол такой, сакарадаш, такой неоновый цвет, неоновый очерк. Келесі осындай 2 ручка. Осындай ручка. Және тағы осындай зеленый цвет. Жұмсақ екен жазатын жері. Келесі, достар, ол менде обязательно керек бізге осындай қалай еді, ұмытып қалдым. Корректор ма? Ұмытып қалдым ғой. 4 айда, 6 айда ұмытып қалдым. Дольфин несі. Және маған мама осындай ручкалар сатып алды, магнумнан. Бірақ маған мұндайлар ұнамайды, андай дизайны жоқ, мұндайлар сияқты емес. Какой-то скучный. Және, достар, самый интересный ол менің пеналым. Мне. Пенал. Какой-то арабский бірдеңе жазылып тұр осылай. Оқи алсаңыздар, комментарийға жазыңыздар. Мұндай замогы бар. Бұл карандаш сияқты, достар. Мен Instagram сайттан алған. Instagram аккаунттан. Достар, мына жерде менде мен 6-шы сыныпқа көшкенде осындай анам ба, папама біреу алған. Міне. Осындай бөлшегіш алған. Және осындай ұштағыш. Деме? Такой сочетается. Келесі, достар. Келесі ол менде тағы да қарандаш. Мұндай. Тоже мен әпкем Леубекте тұратын. Сол жерде осындай қаныш тастап өте күшті. Мұндай неде тұр ғой, мына жерде оранжевый. Сол бүйтіп аласың, бүйтіп жазасың. Или мына жерде, или мына жерде, или мына жерде. Оранжевый өшіргіш. Мен осыны 6-шы сыныпта тоже қолданғанмын. Бір рет алғанмын.
келесі достар, менде самый жақсы көретін ручкам және өте редко кездесетін, мен оны Instagram аккаунттан алғам, Instagram магазиннен. Достар, мен осылай ручка алдым, қараңыздар. Бұл менде 500 теңге шықты ғой деймін, по-моему, 500 теңге. Он өте қатты ұнайды, прям ручкасы прям бомбезный ғой достар, бомбезный. Бәрін саламыз, мен ручкалардың жаңа алған ручкаларын бәрін саламын. Менде сонда 3 ручка, 2 қарандаш, қарандаштан жаққа саламын. Сосын өшіргіш, ұштағыш, корректор. Соның барлығы осы жерге вмещаться етеді. Сондықтан осындай пенал көрсеңіздер, Инстаграмнан немесе сондайларында көрсеңіз, алыңыздар. Осындай просто. Достар, ең соңғы нәрселерін қазір қояйын. Ең соңғы көрсететін сіздерге нәрселерім. Это осындай целая упаковка. Значит, керек телегімде жатыр. Қараңыздар, мындай тағы да осындай бар. Математика тоже. Осы тоже керек. Сосын мен 6-шы сыныпта 2 күнделік алғанмын, 7-ші сыныпқа біреу 6-шы сыныпқа деп. Мен анау бір страшный бір какой-то күнделік алғам, оны использовала мен 6-шы сыныпта. Және осындай қалды. Әдейі қалдырдым 7-ші сыныпқа, білмеймін. Бірақ қолданбайтын сияқтымын, білмеймін, себебі карантин ғой, сондықтан күнделікке қоймаймын. Бұл 6 күндік достар. 6 күндік. Келесі мындай алдым мен еще. Бұны мен 5-ші сыныпта алдым. Қолданбадым, білмеймін. Бұл тоже сондай көп нәрсем. Сосын тағы да мындай бар достар. Міне мынау. Өте әдемі, обложкасы. Бұл достар, по-моему, тәуелсіз. Бұл не? Бұл менде жаратылыстануға мен осыны использовать етем. Білмеймін, қазір мен использовать етем ба? Использовать ететін шығармын, білмеймін. Көреміз достар. Міне қояйық. Сосын тағы да общество знания. Тағы осындай қылды. Бұл уже өте аз қалды. Мен уже использовать етіп тастадым. 24 парақ болған. Вряд ли 24 қалды, мұнда 12 қалған шығар. Или 10. Мен оны уже использовать етем. Сосын достар. Достар, мен осыларды алдым да вообще қолданбадым, білмеймін. Қараңыздар. Міне достар. Бұл осындай білесіздер, оны комплектмен келетін осындай биология, табиғат жазып тұр ғой. 12 штугы, бұл 1600 ба, сондай бір комплект тұрады. Қымбат өте. Бірақ оны қолданбадым. Бір-екі қолданым, информатиканы қолдану керек, биологияны қолдану керек. Ағылшын бар екен, қазақ әдебиеті бар. Мен осындайдың 2 парасын алғам. 5-ші сыныпта алдым және 6-шы сыныпта алдым. Мына жерге геометрия, география, физика, алгебра и химия. Осы жылы мен осыны использовать ету керекпін, білмеймін. Но обязательно использовать ету керекпін. Мына жерде жаңа нелер, биология, алгебра, химия, информатика. Қараңыздар, қалай әдемі істеген информатика. Геометрия, география и физика. Осы жылы мен осының бәрін обязательно қолданамын. Қолданбасам, білмеймін, мен уже 3000 теңге құрттым осыған. Сондықтан использовать ету керек достар. Алсаңыздар, использовать етіңіздер. Әйтсе ақшаның бәрі зря кетеді. Сонда оқу жылы аз қалды, сондықтан использовать етіп керек 9-ші сыныпқа дейін. Себебі 9-ші сыныпта сенің өмірің шешіледі. Сен колледжға барасың, или жаққа. Себебі колледжда сен мындай дәптер использовать етесің. Міне мындай. Мындай емес достар, андай үлкен қалың прям осындай. Сондықтан осындай керек емес болып қалады. Сондықтан алыңыздар достар, алыңыздар. Сосын осындай тонна. Достар, тонна. Осындай тағы ар жақта жатыр, шкафта өзінің. Бұл үшін жартысы ғана. Болды достар. Басқа жоқ. Басқа бар, бірақ ондай не үшін. Бәрін саламыз енді достар. Надеюсь, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сондықтан мен арнама подписаться етіп, мына жерде подписаться етіп тұрады. Мына жерде лайк басып,
қоңырау басып кеттіңіздер менің видеомды пропустить етпеу үшін. Сондықтан сіздермен болған Райка Мрайка.